Біз Галай Дархан екеуміз жақында өзіміздің ауылдарымызға барып қайттық. Мен де барып қайттым ауылға. Сен де барып қайттың. Бірақ сен 2 күнге ма бардың ғой? Жоқ, 1 аптаға. 1 аптаға бардың да? Мен 2 аптаға барып келдім. Молодец. Галағанам қалада жүрді. Жоқ, бұл кісінің уақыт тез өтеді ғой. Маған 1 апта, 2 аптаға жазылады. Кімнің Нұрмаханның інісі үйленген екен ауылда. Шапалақтайтын нәрсе емес. Інісі үйленіпті дейтін ол қасірет деп ойлаймын, қасірет. Ол інісінің есімін Нұрмахан қойған туылған кезде. Ойлашы, Нұрмахан қойған соң аты. Жоқ, мен негіз барлық інілерім үйленген. Барлығының? Соңғысы еді. Соңғысы ма еді? Аға деп бүйтіп басып кетсем. Ұзақ күттік қыздар. Әне, обязательно түйіп құлат желательно. Құрметті көрермендер. Не қой деп айттың дегізі? Тиет құлат деп біз маған сияқты. Менде туған ағам бар ғой, сөйтіп сөйлейді ғой, қисық сөйлейді, короче. Қисық? Иә. Туған ағаң ғана емес сияқты ғой, қисық сөйлейтін. Соған қарап мен өскем ғой енді. Бүйтіп айтады ғой, таңертең мен вокзалға апарып тастайсың, желательно ұйықтап қал дейді. Сөйтіп сөйлейді ма? Иә, сөйтіп сөйлейді. Жақсы. Бізде братан сөйтіп сөйлейді. Папа мас болса, иә, қайта-қайта дейді. Не әңгіме? Үйлеспейтін шылаулар ғой. Папа мас болса, иә, қайта-қайта. Еба. Ми түсіндіріп жүрді ғой. Ауылда неге барып келдің ба? Тойға. Ауылда папамның 70 жас мерейтойын өткіздік. Сіздің папаңыз 70-те ма? Иә. Менен 2 жас үлкен ғой папам. Ауылдағылар шатастырып ала береді. Мына жақта екен ғой. Папада сәл сақал бар ма? Жоқ, мынау кәрілеу екен, Нұрмахан шығар дейді ғой. Бә, мен көзім бар ғой, бүйтіп дірілдеп жатыр. Неге? Басқа жерге орнатып едім. Саған снайпер болуға болмайды. Нервный тик емес па ол? Нервный тик, иә, нервный тик. Сенің ауылың қандай еді? Аты? Мен ауылым негізі Аягөз. Мен Аягөздемін. Қала ғой негізі. Бірақ мен көбінесе нағашыларымның ауылына барам, Көкпекте деген жерге. Көкпекте ол Аягөзге жатпай ма? Қайқа жатпай? Жоқ, Аягөз дейтін бөлек аудан, Көкпекте ауданы бөлек. Көкбетті? Ол қайқа? Көкпекті. Көкпекті дейтін. Зайсан жаққа қарай. Буға білесің ғой? Көкпекті. Андай судың бетіне тас лақтырған сияқты ма? Көкпекті. Иә, сонда барып қойдық. И оның ар жағында ол ауданға қайыққа жатады? Көкпекті ауданына жатады деген. Жоқ, Аягөзге қай кірмейді. облысқа жатады? Біле өзі жоқ шығар ма? Абай Өзіне облысы. өзі ешкімге қарамаймыз дейтін. Жоқ, Абай облысы ғой. Семейге қараса Абай облысы. Семейге, Абай облысы. Өзіне өзі жаратылған шығар пенделер шығар. Ол ауылда интернет нашар ұстайды, андай 3G-дің 3-еуі ұстайтын бар ғой, сонда интернет. Обедке таман TikTok-та жасында, ужинда ана видеоңды көресің ғой, короче. Итөп шалма. Соны қайталап көре бересің. И сен шалдың бургерге барған ұзақ күттің ба? Жаттап алдым. Әлі барады. Септі қазасыз ба дейтінді, шешесі 2 жыл қараған. Одан ары қарай 18 километр бізде ауыл бар, бұрынғы атауы Ақбекті Романовка. ма? Жоқ, бұрынғы атауы Романовка, қазіргі атауы Ажа. Қазір, короче, Шығыс Қазақстаннан да көп атаулар бар. Романовты пішіріп, мұсылман қыл. Иә, қазір көп ауылдардың атын қазақыландырып жатыр. Мысалы, Георгиевка дейтін болды, ол Қалбат ауылы болды. Жаңағы Романовка дейтін Ажа болды. Ивановка дейтін қазір Көкжайық. Сонда да дамып атқан жоқ, Жоқ, әдемі атаулар ғой. Хотя бы. Бізде аты өзгерсе не ғой, қазақша сөйлесе бірау не сондай ғой. И сол ауылда вообще интернет те сеть те жоқ қой. Интернетте сеті Жаңағы жоқ. Ажа дейтін ауылда. Адам бар. Адам бар енді 20 үйде өмір сүріп жатыр сол жерде. 20 үй тұратын ауылға сет керек емес қой. Бір-бірін біледі ғой деп. Негізі, сол айтып тұрмын ғой, олар 20 үйде мысалы 3 адамнан бар, 60 адам, әрқайсысы 5000 тариф салатын болса, ай сайын 300 ақмына түседі бір ауылда. жоқ, провальный бизнес қой анау. бір прикол, олар тарих құятта трассаға қарай шығады, короче. Машина қағып кетпесе сөйлеседі. Мынау біздің ауыл ғой. Сен ауылың қаяқ? Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылы. Неше адам? Бізде енді 15 мың адам бар бізде. Ауылда 15 мың адам тұра ма? Иә. Семейден сәл аз екен еді. Семей жаулап аламыз. Бізде 350 мың адам бар, бірақ қазір 15 мың адам дейтін ол ауыл сондай ауыл. Аудан орталық емес па? Жоқ, кәдімгі Өзбекстанмен шекаралас жерде орналасқан ауыл. И бізге ауылға барасың ғой, роуминг келеді Өзбекстаннан. Не дейді? Хуш келіпсіз. Смайлик самса ма? Билайын нұқта өз тарифіге қошылейін. Бір самса мен пловты решетканың қасына тастап келдім.
сол жерде плов жеу үшін Иә. решетка звездочка басасыз. пробел бас. Басасыз. Ана ауылда айтайын дегенім, ауылда мына Алматыда не болып отқаны бәрібір. Red flag деген понятие жетпеген оларға. Кімді отменять етіп жатыр. О жақта вообще бар ғой. Олар әлі АБК-ны тыңдап жүр ма? Қыздар. АБК-ны енді танысып отыр АБК-ны. Олар әлі АБК-ны тара кеткен білмейді. Білмеймін ба? Бар еще әлі. Миланы сындырмаңдар. Ол жақта әлі Асар партиясы бар ғой. Қорада жұмыс істеген кезде көресің ғой андай. Асар Әлі сонымен жұмыс Ол істейді. жақта бірінші елмен бақытты әлі. Ол жақта әлі туған жоқ. Ол жақта енді қатысып отыр. Бә, ана ауылда кәдімгі миың тазарып қалады ғой. Прикинь, саған вообще информация жетпейді ар жақтан. 3 күн болдық. Бірінші күні мал сойдық, екінші күні өзенге бардық. Адам сойдық. Сондай категорияға жоқ. Бірінші күні мал сойдық, екінші адам сойдық, үшінші күні Ладно. Бля, арық жейтін уақыт келді. Фисашкин темасына кірсең шыға алмайсың. Қиын. Пивмен күшті кетеді И негізі. миың кәдімгідей ұрға ауылда тазарып қалады екен. И қызық емес қал, қалада не болып отқаны. Жоқ, сен миың тазарған қайдан сездің, айтшы маған. Қалай ол? Жоқ, мен айтайын ба? Түк ойламайсың. Жоқ, ми тазарғанның тағы бір несі, қаладан ауылға көшкен кезде шум бар ғой. Сол тоқтайды. Машинаның, адамның шуы жоқ қой ауылда. Иә. Шу малдарда болады, шу. Босанғанды білесің ба? Салбырап тұратын да? Соны бүйтіп құлағыңа жауасың. Тоқташ болып қалады. Сиыр есіме елестеді ғой, сиыр ше, ёпты. Талай сиырды босандырған ғой ауылда. Акушер гала дейтін сен. Мен ауылда Сиырлар, ауыл сиырлар, галаны жағырмасаңдар тумайым дейді. Мен де бір ауыр шутка еді, айтпай қалдым. Ол ред флаг болып кетті ғой, нормально. жоқ, мен ауылымда бірақ адам. Бізде андай фазенда. Бірақ ат дейсің ба? Ауылда фазенда. Бірақ үй. Бірақ сендердің ауылдарында бір үй. Бір үй. Қыстақ демеймін сендер. Иә, сол Біздің ауылда 60% қазақ, 40% өзбек қой. Галан ауылында 60% қазақ, 40% бразилецтер тұрады. Неге? Фазенда бар ғой. бізде андай. Оны бізде қыстақ дейді бір үйді. Иә, қыстақ қой енді. Сен фазенда деп күшті айттың, бірақ негізі андай таңертең кофе ішіп оянады адам ұқсап кәдімгі. Хей, Джани. Кофені барып орып алады. Ар жақта төсі дәу негр апай жүреді. Сиыр сауып жүре ма? Иә, сиыр сауып жүреді. Сен фазенда деген кезде ана қой бағатын адамда резко шляпа пайда болды ғой менде. Еще өзі қойып етіп қалды. Андай жылқа қарап отырып деп ойнайтын мужик елестеді ғой. Сосын андайлар бар еді ғой, мына жерден тағып алады. Джинсыйды. Не деседі ондайды? Қажамай ма екен соларды? Жоқ, наоборот, қажамас білмеймін. үшін киеді соны. Иә. А, да. Джинсы Мына жеміп жаққа қалады ғой. жетпейді ғой, мына жаққа жетпейді, короче. Кит көрген ғой, жетпейді. Жоқ, маған жетті, мен былай киіп алдым. Сонымен Фазендада фазендада. Не шоқисың фазендада? Мен бар. Қыз приколымызда WhatsApp-қа жазып жіберемін қазір. Иә, түсінбей қалдым неше фазен. Жоқ, фазенда дейтіндей ол немен ерекшеленеді? қыстақ деп шештік қой оны. Жоқ, енді қыстақты бұл менсінбей тұр ғой, фазенда болып тұр ғой. Шляпа киетін болып тұр ғой адам. Жоқ, бір қандай малдың түрлері бар ма? Бізде көп анаша өседі. Онда фазенда. Сол ғой, сол. Онда фазенда, дұрыс. Онда бір 10% колумбиец қосылды онда. Бізде анаша көп өседі. Эскобарлар келді. Тара жақта анаша көп өседі, сосын бізге фазенда. Сендерде егіндік қай жерде деп сұрағанына қорқып тұрмын по идее. Егіндікте не өсетініне. Вообще мал жоқ болса бір. Просто шегі болып бізде фазенда бар. Елта бірде-бір мал жоқ қой, адамдар ғой деп па. Шамал өйстіп қарап па өйстіп. Мал қақсайды екен еді. Есін жібай шеге ма? Атып жасыл макси часть салғансың. Көшем бойында. Жоқ, мен мысалы Яныр өлем ба? Өлең айтады. Бля, сөйтсе, галаның фазендасындағы қойшы сол болса, бля. Мал жоғалтып алған. Снежки любишь сейчас? Нет. Почему? Идем білесің ба? Сука, Снежки любишь? Нет. Почему? Нахуй надо?
Гала. Фазендадан не шықпайсың? шыға алмай қалдық. Гала, фазендаға кірдік. Сен фазендіңде маған қызық болып тұрған андай ма? Ағаштардың бәрі ақпен боялған, типа пиздец аттар жүреді, ар жақта ала ондай емес. Мүлдем ондай емес. Ар жағында сағым болып тұрады еще бүйтіп ше. Анық көрінбейді. Апачи андай мындай елестеп отырсың, ондай іші жоқ. Көйлекті төсіне байлап алған қыздар болады ондай. Сендер фазенналар идейтсіздер нападать ете ма? Ондай жоқ, иә? Ондай жоқ. Қыстақ қой онда сен. Скорее всего, сен қыстақ бауырым. Бізге қыстақ, иә, мал дауыл деп айтайық. Сөйтіп айтайыншы, бля, сен фазенді деп өзіңді кәдімгідей. Мал дауыл дейді ғой, бірақ мал жоқ. И мен солай хабар. Нашар адамдар тұрады. Жоқ, анаша не қатысы бар деген бұл сұрақ. Жоқ, бағана фазенда сол, может, подкастан жүріп елестететін шығар. Шығу тарихы содан шығар, шынында. Фазендінің ба? Фазенда. И сөйтіп сол жаққа каникулда апарып тастайды. Неше адам тұрады онда? Енді 2 малшы болады, 3 малшы болады, кейде 1 малшы. Сен қосылсаң 4 малшы. 4 малшы. Жоқ, қосылса да 3 малшы болады. Қойдың басы өзі көбейе ма? Малдың басы көбейеді. Адам саны көбеймейді бірақ. Бір еркек тоқты қосылды. Бір айғыр ұйықтатпайтын. Үйірге бір айғыр келді. И гала десе. Сен қазір соны айтпаса екен өтіреді. Ана айтасыз ба, мен айғыр ұйықтатпай жатыр деп. Фистяшке жейтін уақытым отыр. Папа алып кетші. Айғыр ұйықтатпайды. Папа, Еще соны гала. Даже соны гала папасын емес комменттарға жазады тиктоктағы. Ұйықтатпайтын айғыр. Травма менде. Сөйтіп сол енді жаңағы бір апта. 3 ай жатасың ба сонда? Енді жаздық каникулда 2 ай 3 ай жатасың, сосын қысқы каникулда. 4 адам көріп жалықпайсың ба? Кейде 3 адам, кейде жалғыз болып қаласың, бір 2 аптада малшы кетіп қалады, қашып кетеді, или там ішіп кетеді деген сияқты. малшылар ма? Иә, сол кезде енді максимально енді қой туып жатады, или сиыр бір. Содан білесің. Енді өте тәртібі нашар сиырлар болады, ерте қашып кететін. И не вовремя туады. Бля, қар жауып балшық болып отырған кезде. Бұзауын қандай пупайкамен алып келіп. Иә, соны енді малды өліп қалған қарамайсың ғой бейшара. Ауылда ең айыратын. Қыста үйде бұзау жүруі мүмкін дейтін айыратын мен бай. Бля, бұзаулар жүреді, Жүреді, иә? Лақ, қозы жүреді. И андай лақтың басын былай түртіп, шай аласың ғой. Лақта сырып сәл. И сүтпен дейсің ғой. Сосын андай сушняк бар ғой, который ішінде құмалақтар жүретін. Не дейді ондайды? Бабыл тиді, сұрада салып береді саған сразу. Иә, ондай сүтте іштік қой. Сол кездер қызғандай. Ана өліп қалған қаламайсың, қыста туып қалады, түнде туып қалса фонарикпен барып туғызасың или алып келесің сол кезде. Блин, андай. Еще жаңа шу демекші, шуын шыққан күтуің керек қой, сиырдың. Иә, соны сөйтіп. И сөйтіп сол қозы күшті болып өседі, и соны жейсің ғой сойып. Онша емес бітіресің ба? Сен андай батасы сәл тілекке ұқсайтын аталар ұқсап, бля. Жоқ, мен мысалы үшін негізі жақсы адаммын деп бастаса. Болғам, жақсы адам болғам. Шу дейтін сосын десерт бар, әйте бер. Үйде қой көп болатын. И мен негізі ауқат семьядансыз, иә, соны айтайын деп жатсыз ба? Қалада қыздар болатын болса, мал да қоя. И мен әрбір қойға Бәсе неге нашар киінеді. малшылар отбасы негізі Бұл уже түріне сенбей малмен алам деп тұр қыздарды. Жоқ, әр қойға ат қойғам. Әр қойға ат қойға. Көп емес қой, значит. 30-дан көбірек. 30-дан көбірек. И менде баламын ғой ол кезде. Маған типа қандай ат қоясың мал? бүкіл класстастарым атын қойып шыққан. Сосын ба класстастарым араласпайтын? И ол жерде просто так емес. Просто методым тыка бүйтіп сен деген жоқпын. Кім қандай қойға ұқсайды? Сөйтіп қойғам атын. И оны класстастарым қалай ұқсатуға болады? Қойдың бәрін түрі бір емес пе? ұқсатуға болады. Ұқсатуға болады. Сен білет, Жәнібек сияқтысың деп өйстіп қарап. Жаңа өзің туғызып аласың ғой, бүйтіп қарайсың да. Мынау Самат дейсің ғой. Сенің атың Самат дейсің. Бірінші салапан алып тастайсың туған кезде. Еще класстастарым оны әлі күнге шейін білмейді. Ол менмен сол қойлардың арасында құпия еді. Қой мен құпияның арасында, сізбен араңызда не құпия бар? Әйгерім дейтін класстас қойыңыз мысалы.
қалай болады қаншалықты адамдар жек көруге болады чтобы малдың атын или адамның шизофреник жоқ и так сен малға адамның атын қоясың ғой. Мысалы, мен қазір ойлаймын, Нұрмаханның қазіргі Шымкенттегі қорасында, мысалы, ауылында Қазығұртта, Данияр, Гала, Дархан дейтін бір 3 қой жайылып жүрсе, мен таң алмаймын. үш ешек көшен басып Және бір айғыр. бір ешек Таныс түрлер көріп тұрмын. Неге Келесі бізді- қойларым көбейіп жатса, менде вариант бар. Данияр, Гала, Дархан дейтін 3 есек ауылдың басында кордон кеміріп тұр, короче, на данный момент. Примерно. Жоқ, бізде андай аттар болатын. Орысша аттар, майка дейтіндер болатын. Бірақ бізде в основном Майка дейтін ол не, көліктің ішінен келетін. ау, майда туған ғой. Майка. Майка. Ақ майка, қара майка. Апрель дейтін бар ғой яғына. Тельнашка дейтін болатын десе прикинь. Теннешке. Су жетіп келген. И в основном цветіне қарап қоятын ғой, мысалы, ала болса алабажақ дейтін. Құйрығы Қалай көреді солай ғой. Құйрығы жоқ болса шолақ, Менің мүйізі жоқ болса менің тоқал. қызым сияқты болып тұр, короче. Мен кішкентай қызым бар, 5-те, и ол нені көреді солай атайды, короче. Мысалы? Мен дейтін келінім бар, который менің келіншегі, соны май келін дейді. Қалай? Май келін. Май келін. Ол майда туған жоқ. Бірақ май Толық, короче. Бетіне кәдімгі томпақ жеңге келін келе жатыр ғой дейді, короче, бар ғой. И сразу көреді солай. Обидно екен. Өте обидно. Ол 5-тегі қызға қалай түсіндіресің, ол обидно ғой дейтін. Кішкентай кезінде Негізі- үйленді. Нұрмаханды көрсетпеу керек онда негізі кішкентай балалар үйдегі әңгімені сыртқа шығарушы. Иә. Үйде бұлар айтатын болып тұр ғой. Толерантты емес екенсің деп. Бля, неге біліп қоясыңдар? иә Бірақ ше, мен адам келбетіне қарап, былай бетіне прикол ұстайтын шығармын. Үйге ораңыз, өсек айтамын. неге вообще өсек күшті негізі Нағып бізді тықтың ораға. неге өсек қандай Өсек болған кезде ол өсек болып не саналады? Бір адамды жамандау ма, әлде бір адамды талқылау ма? талқылау Жамандау мен ішіне Ол кіреді шығар. өсек дейтін тек қана адамға байланысты ма? Иә. в целом Біз егерде көлік туралы сөйлесек, ол өсек болып саналмайды, иә? Оның жаны жоқ қой, ақыретке есептеспейді осы. Может, бір ренжитін кобальт бар шығар. кобальттың бәрі ренжулі бізге Значит, өсек дейтін бір адамды обязательно жамандау еще, иә? Конечно. Ал мақтасақ, өсек болып саналмайды. Өсек болды. Смотри, қалай мақтайсың ғой. Мынау деп мақтайтын болсаң. Жоқ, мықты десең уже мақтауға мықты саналмайды. десең. Жоқ, обычно былай басталады ғой. Негізі жақсы адам ғой. Бірақ жамандап отқаным емес. Бәрі бір формула ғой. неге вообще Маған қызық емес мысалы өсек. Досым біляка. сорлы гринбак ұстап отыр ма Бәрімізді күнәһар қылды да өзі. Жоқ, былай Бүйтіп істейік. жәннатқа кіріп бара жатыр ғой. Жоқ, былай істейік. Дархан қазір шынын айтады. Телефондарыңды өшіріңдер, Өшіріңдер. камерасын жауып. Иә. Камера хранениесін жапшы. Саған өсек ұнамайды, иә? Менге өсек бар досым, саған айтайын шыққан. Ана өсекті сен бүйтіп. Жоқ, біз сендермен мен просто өз арамызда біз в основном әңгіме айтамыз, ешкім жамандамыз ғой. Мен соны айтып тұрмын. өсек дейтін ұғым не үшін күшті екен қызық екен дегенім ғой дәмді ма бір бәлеу Жоқ, өсек әлеуметтік желіде күшті. менде Бір нәрсені раздувать ету. Мысалы, бір нәрсеге намек болса, соны адамдар біліп алады да. Детектив. Иә, сіріп. Арамызда қалсаң бірі. Сырып дегеннен кейін келген нәрсе ма? ай бля Өсекті, допустим, міне мынау өсек уже бұл Білмеймін, шай ішіп отырмын. арахиспен халыққа ұнайды. Май келін. Май келін. Или біреудің Менің шалынған көргенше. біреудің шалынғанын ләззат алады. Жоқ, бізде жалпы қоғам біреудің құлағанын, сүренгенін қалап жүретін сияқты. Мен де қалаймын. Мойындаймын шеше. Біреу 200-мен. Әзіл ғой. Бәрі өсе берсе, күшті бола берсе, зайбал ғой шеше. неге мен Жоқ, біз реально біз идеальный өмір сүріп көрмегенбіз ғой. Білмейміз да ол нәрсені ше, сол үшін андай бір қызық бір деңгейлер болып тұру керек та. Біреу құлау керек, біреу ішіп қою керек, біреу ұсталып қалу керек. чтобы өзіңді жұбату үшін иә Иә, сен Бізде еще бар ғой. өзіңді сәл жоғары санайсың. Мен Аралға барып келген қау қызық емес болып тұр сонда.
жоқ егер Дальше кетеміз. аралдан бір свежий өсектер алып келсең саған қарай бұрыламыз. жоқ бағанадан бері арал кім ауылда болды анау ауылда болды деп сен аралдан не істедің деген ответ сұрақ негізі күткенім ғой Внимание жетпей иә қалды. внимание жетіспей қалды сосын андай үйдің ортаншы баласы ұқсап қалдым ладно құрсыншы айта ғой аралда жоқ арал тым қызық жоқ Аралда сен 2 апта жаттың. ақырынша деп өтіп кетейік. аралда үйдің артында ана бүйтіп бір біріне жабысып қалған темірлер бар ғой который біреуін тартсаң екінші шықпайтын темірлер бар ғой Толпамен жүретін ба? иә Сектанттар. соны тартсаң артынан шана шығатын Жоқ, темірлер бар ғой. тартсаң ақырындап үй қозғалатын бар ғой. Крышамын. Ох, бля. сол артты жинаймын деп бля 2 апта жинамай кетіп Ол темірлерді сен папаң керек болып қалады деп керек алып қойған. болады иә керек болып қалады деп артқа жинаған ол керек емес 20 жыл керек болмады. 35 жыл братан керек емес ол мен туылған кезде сол темірге қойған ғой мен сол кезде керек емес болған темірлер әрі жатыр короче біздің үйде де көп сондай керек. сенде темірлер ма үйде бар сияқты негізі ондай темір Даже ол жер үйде емес, сен өз квартираңды бір аралап шықсаң бар ғой. Керек емес заттар көп. иә мен кеше квартира алдым айтпақшылайын ебать жаман секіріп кеткен жоқпын ба андай күзгі бал дейтін концерттер болады ғой Жоқ, квартира короче алған жоқпын Снимать етіп алды. жалдап алғанымызды аккуратно айтып жатырмын ғой короче Жоқ, Данияр Алматыға ресми түрде көшіп келді. көшіп келдім иә көреміз енді ары қарай шапалақтайтындай бола ма 2 айдан қайтатын уақыт бола ма Дархан саған көрермен болған жарысады. сен орныңа бір резидент алсақ смело. смело өзі түсіріп беріп кетіп тұрасыз ба ағатай Гонорарың қанша Дархан? гонорарың бір шай шығар дархан сен отырып көрдің ба сен ана жаққа түсіп кететін болсаң халықтың арасына сенсіз жүрегім бос Сен көрмей қапсың жаңа. досым и так көрініп жүр ғой мен не істейсің осы үшеуін ала берші құрсын пиздец етіп отқан жоқпын ба маған отдельно кету Жарасады керек сияқты. саған досым. отдельно кету керек сияқты маған жігіттер Сен Данчо, синтеллигентно су дейтін проект ашасыш. Өзің жалғыз. сука сөйтіп осылай тарап кетеді екен ғой жігіт осылай кетіп қалған екен ғой ше сәт неге кетіп қалды дейсіңдер алса оңай ма осы неге шығып кеткен не бір өзім жыртан деп ойлаған сияқты ғой неге шығып кеткен бля одан бір айтты ғой явно да бір далбоеб біз сияқты бір достар бар ғой иә айтты ғой явно иә брат сен өзің бар ғой еба мен айта алмадым деп Ойлашы, декалар толтырып тастаймыз. 400 адам келеді. сука 3 күннен кейін группадан шыққаннан кейін 3 күннен кейін араласпай қалды ма достар иә қалып қойды ғой шешім мен білмеймін мен мысалы құрметті достар камераға түсіріп жатсаңыздар зачем маған кешірім сұрап тұрған зачем Жаңағы На всякий ауылға кететін болсаң контент па? Қарап отырсың ба? Блин, негізі сондай идея бар. видео тахуя жазып ауылға кетіп қалсайшы Бля, күшті идея ғой. Прикинь. Где-то қанша? ауылда телевизор көрсете ма Көрсет 4 канал. Еще көреді олар бұны. әлі 4 канал ма Иә. Қазақстан. Спутникті настраивать ете алмай қойды біздің үйге. Именно. Қазақстан хабар. ұшып барып аспанға Балапан. Балапан. Үшеу И болып тұр. Балапан. Бізде балапан қосылып тұратын постоянно. балапан Өйткені ауылда бала көп қой. И сериал көретін Қазақстаннан. балапан сериал көреді ғой Балапан. балапан ой сайбан деген не Ал десем. Ал. Жасау. сексуальный болды ау жоқ жалпы каналды айтып жатырмын деген сол анау датау Ол үйде десе. а Ладно. Балапан малды қарап қой, иә. сука сөйлей алмаған бала екен ғой иә мен қонақтар түсініп жатырмын енді Балапан емне? ау балапан деген каналды үйдегілер көріп ана үйдегі брачкалар таза қазақша сөйлеп кеткен ғой таза кәдімгі шайқасайық дейді ғой Иә, мен сені өлтірем, құбыжық дейді. құбыжық Иә? өсет дейді ғой ебать Ана видео мынау гей кім шешесі Данча, ана видео сияқты. Кет, білесің ба? анау бар еді Баласынан ғой домбыра қасында бір кішкентай отыр кетеп той бар балапанды көр дейтін білесің ба сол сияқты бля анау таза қазақша сөйлеп күшті екен Иә. күшті бірақ андай немес бізге олар өзі от души сөйлеп тұр ғой енді бірақ бізге шынайы емес сияқты деген бля қызыл стрин киіп отырасың
Нұру хабар айтуға келіпті деуге. түскі ас дайын бе дейді ғой Білем, бірақ дайын әдемі ба ғой. емес дайын бе дейді Мен ауылда жастарға сенемін бітір Мен балапан көрген жастарға сенемін значит Біз жастарға енді- әсер ете алады дегенім ғой Иә. қырғыздарға әсер етіп отыр ғой, білесің ба? қырғыздарға Қырғыздардың депутаты кәдімгідей несінде парламентте талқылап отыр осын. қырғыз бен қырғыз қырғызша сөйлеу керек деді ма Балаларымыз Қазақстанның балапан телеканалын көріп, тілдері қазақша шығып жатыр. не деген сұмдық деді ма Жоқ, контенттің қаншалықты мықты екенін мен ауылда көрдім. Мысалы, біздің өйткені бір видеоны 24 сағат қарайсың жаңағы бауырларым бар, қарындастарым бар ғой. Олар енді Бауырларым. YouTube көреді, в основном YouTube көреді ғой енді. гуглда Біз Шығыс Қазақстан болғандықтан, қазір енді Абай облысы ғой, Шығыс Қазақстан болғандықтан бізде анияқ, мінияқ дейтін, айтсай, бүйтсай дейтін жоқ диалект. сендер жақта ана жақта деп Ана жақта деп айтады. мына жақта ұзақ айта ма ана Иә, жақта уақыт тақой ғой бізде, бірақ аспай айтамыз. уақыт ақой ғой күн суық қой зайбал Иә. Сет жоқ. сет жоқ Ана жақта алып кеш, апарып тасташы деп айтады бізде. аха И мен осы жолы барсам, жаңағы жақта бауырларым, сөйлейді апарып тасташы деп. иә, апарып тасташы деп полный айта ма апарсай, әкелсей деп айтады ғой. Нүктесін қояды, леп белгілерін. Әкелсеш, апарсаш, или апарып тасташ. Апарсашты бір әріп алып тұр ғой қысқартып. апарсайш Иә. Бізде в общем айдың орнына ш. күн десе Апар күн. И жаңағы мен бауырларым мен қарындастарым әкелсей дейді. Ауылда ойлашы. Қаланың өзі емес, ар жағында мен сосын бүйтіп так мына жерде бір шымкентский жүр жоқ. Сол контент екен. Сол жаңағы ютубтан көретін миллионның сериалы, иә, Бай иә. Гайс, одан кейін в общем, ютубта, тиктокта Не көреді? блогерлар қалай сөйлейді, олар өздерінің елестетіп кеттім. көретін блогерлардың тілімен сөйлеп бастады екен. Біз мысалы үйде мен айтамын да, сендер енді оңтүстіктің адамы емес, шығыстың адамдарсың ғой десем, сөйтсем, олар прям жаңағы ютубтарынан байқадым. Сөйтсем, жаңағы контенттің құдіреті дейтін тілге қаншалықты әсер ететінін көрдім мен. мен просто сөзімді бөле салайыншы наглый кіріп кетесің кешірші кала анау інім бізде андай ғой әкетіп жатыр дейтін сөз жоқ бізде аралда Аралда ма? иә мысалы зорго дейтін сөз жоқ біз жақта тема деп айтады ғой енді орыстарда болсам и бізде десең сол брачка сөйтіп жүр короче зорго дейді әкетеді ғой мынау дейді мынау тұра тұр деді мына тұра тұр 3 жасар бала. Е, 3-ші класс оқиды, блядь, 3-ші класс А? ба? 3-ші класс ба? 4 оқиды 4 оқиды. үлкен адамдардың әңгімесін айтады ғой короче ше машина айдап продуктіге барып келіп жүр ғой базарға Иә. иә әжесінің қолында өскен ғой ал тұр сабақ айт десе ап бісміллә деп тұр ғой Алдында телефонмен сөйлесіп отыр. Жауап қалдың ғой. үлкен кісілер сияқты Сөйтіп сөйлеседі сөйлеседі. короче иә бірақ біздің әңгімеміз бағанадан бері байқап отырмын 24 әңгіме басталды да бітпейді короче Классика ғой ол классика сізге классика ма Время. Аяқталуымен ба дейтін бар ғой. Ладно. сонымен қошақан Бағана андай күшті не айтты ғой шымкенттік бар ма ауылда деп. Сей деп сөйлеп Иә. кеттің соң үйден айтты ауылда бір шымкенттік бар ма деп дарханым бүйтіп андуға шықты деп. Елестетіп кеттім шымкенттікті ауылдан қалай ұстап алушы едіңдер. білмеймін сен не әңгіме көздегенім Диалектен ғой. Дейтін логический жауап берейін. Юморсыз. Өйткені сұрақта да юмор жоқ болып тұр да. Жоқ ол юмор емес. Мен просто ал ойлағам. мына жаңалықта қалып қойды тосын юморға қойып жіберейін Юмор 24 деген. Мен алай ойлағам ғой. Типа сен тәлімде қалып қойды ғой юморға өзгертейін Мен өзбекше каналдарым бар. Маркияз ТВ. хотя музтвы қосып қойшы ән айтып отырсын же қандай өлең бар еді? Мәжбүр боламыз. ол да қайтып шыққан ше Мен алай елестедім типа. Қалай іздейміз дейді. Менде бір ой бар дейді ше. Өлең қояды. И көшенің басынан қиналып келіп шығып келеді. Сценарийді айтыпсың ба? Иә, снэп па. Комедия емес қой, значит. Жоқ, факт. National Geographic. сендер күлкілі екен Қазақша тұңғыш фантастика. Сценарий авторлары. Да, Гала, кстати. Икан несі бар ғой? Шешен дейтін бір несі. Ирина Хайратованың бір несі болды. шешеңнің ар жағына 2 әріп қалып қалған жоқ қой 3 әріп Менді Мамбет істеп алды дейтін. Скетч па, иә. Сон Диго? Дигосы ма?
Сендер яғни жазыңдар біздің ма? әже ұқсап Жоқ, бәрін. айтқысы келіп отқан сол шутканы Гала жазыпты. жоқ біздер жазғанбыз ғой командамен и сол есіме түсіп кетті сондай визуализация бағана бля қойып мен вообще жұмыста отырмын так все хорошо Че Гала жақында Өшіріп тастайын ба әлі? Оқи өшіре салайын ба? Әбетте бірлердің уақытысында өшіресің ғой түк өзгермесе. Мені ағай, сосын қайта батарейкасын алып салып жібереміз. ағай мені РЕН-ТВ оқып қоясың? Гала жақында оны кеше ма бір Қытай автокөлігінің маркасына жарнама жасады. Бұйырса Қытайға барғалы жатыр. Мен қуанам осындай блогердің Бірақ басында өмір қытайстар сүріп. білмейді короче. Осындай блогер мен досым Жарнама екеніне жасаған. қуанам. Өте Прикинь, бренд шығып отыр ғой саған. сен мен атынан саған бір черри Черри. бұйырса десейші ақшаң дайында главный десейші. Жоқ, ойлаш. Мен атынан саған черри. Бренд шығып отыр. Үлкен бренд кәдімгі Гала жарнамада жүр. черри Кайф. черри леди Красавчик. Сен сонда ол жақтан қанша ақша алдың рекламасына? жоқ мен просто бүйтіп Актер ретінде түстің. Қалай бит дейді әңгіме біткен бит. Жоқ, сен Жоқ, ол мейлі ғой. Бүгін де бір жарнамасы шықты ғой бұның. Не жарнама? Не жарнама? Не жарнама? Не жарнама? 140-тың ба, Жазира Еркінмен. Бүгін бізде қонақта Жазира Еркін отыр, если что. Жазира? Или кетіп Жазира қалды ма? кетіп қалған болса. Все. Менің әжемді сүй деп айтып еді. Қалжын, не ол, сериал ма, не ол? Қойыңдар, содан кейін ғой кішкене ашламай. Жоқ, Гала бәрі үшін ред флаг, бір жан үшін Green грин флаг. flag. Значит, сіз Таразға ұрып тұратын болдыңыз ба? Жоқ. Жоқ, тұратындай, өйткені фазенда бар ғой Таразда. Демек көнді ғой. Демек, демешкін. Анаша Не, бар. Жазира, Бәрі үшін қыстақ, Жазира үшін фазенда. жазира үшін Жазираны алдау үшін айтып жүр ғой, бізде фазенда бар. Ауылың аты қандай негізі? Іргелі. луговой Анекдот Луговой. қойсыңдар ба? Луговойдың жоқ ол менің ауылым анау фазенда ғой Луговой дейтін ол станция емес пе? Тұрар Рысқұлов ауданы. Тұрар Рысқұлов Valley деймін. Жоқ, андай ау құлан ғой құлан өзгертеді дейді. Құлан. Әдемі ат қой. Құлан дейтін ол құландар көп жүргесін ба? Міне көрдің ба, жаңағы мен айтқан тема ғой. Бұрынғы айырылады. орысша атауларды қазір қазақиландырып жатыр. Бірақ біздің әкем сондай қарсыны. Кім? Біз батя. Мен әкем Сергей қарсы десе. Менің әкем Сергей. Батя дегеннен түсіне берсең болады негізі. Ол Құм жолға түсіп ол кетті. тұрғылықты халықтың претензиясы ғой всегда. Сол жерде. Блядь, мына Чкалов дейтін не қойып еді? Қалай? Чкалов дейтін ауыл бар да, бір Чкалов? писатель бар екен. Чкалов. Чкалов дейтін кісі бар да. Аха. Соның атын Қамбаш көлі деп өзгерткен екен. Көшенің атын Қамбаш Мен де көлі деп қарсымын. сөйтіп өзгерткен. Көшенің атын көлмен қойған ба? Көлмен қойған, көлденеңнен қойған. Сөйтіп ауылдардың бәрін атын қазақыландырды. Алматыда да болды ғой, местныйлар Фурманованың атын ауыстыруға қарсы болған деген сияқты. Иә. Мысалы, әлі местныйлар Виноградова деп айтады. Мен мысалы ол көшелер білмеймін. Сендеріне Вишнева дейсің. Пастера дейді. А? Пастера дейтін көше. Бұрынғы Мақатаева. Космонавтова. Маған бір пастава бересің ба деген сияқты. Мен мысалы үшін менің ауылым баяғыдан Тұрбат. Вот ол оңтүстік өңірде барлық ауылдар қазақи болды. Вот солтүстік шығыс жақта почему-то орысша болған екен. Бірақ Тұрбат деген ол қазақша атау емес. Енді Парсы тілінен келген. Неғып? Пакистанда картадан іздесеңдер Тұрбат дейтін жер бар. Жоқ, неге ояққа қазақ пен өзбектердің границасына келіп анау Парсы. сол жақтан келіп Саған да емес, саған да емес. екеуі базарда келісе алмай тұрған ба бүйтіп? Бер берекеңді. Мен кеше ауылға бардым. Сашка Аралға. Еске салып отырайын деп жатқаным ғой. Ауылға барып келгенде еске салып отырайын. Аралда 71-ші мектеп дейтін бар, короче. темірлеп жинап тастадым А? темірлеп жинап қойдым Сенің оқыған мектебің. Бля, мен жыладым да. неге? Еркекше айтайын. Ақшам бітіп қалды. Мектепке қатысы жоқ бабам. Мектепке барған 11 класстар ұрып тастаған. Танымайды. Мен андай Амилай сөйтіп айтайын. негізі мен бір өзім қалсам
Жан-Клод Ван Даммын ғой негізі ше. Шпагатқа отырасың ба? Жоқ, душта отырып голый жылай аламын. Неге Сен десем, шешінбесең жылай алмайсың да, значит. үстіне бірден таңбаса, шешінбесем жылаймын. Голый жылай аласың, бұтына қарап па? Сен көрсең қуанатын шығарсың. Зачем гала о нәрсе? Зачем шындық мысалы? Зачем шындық? Зачем саған Ким Чен Ирдің кнопкасы? КНДР. Зачем? Иә. Зачем саған сосок? Бұтта. Бля, уже біз шутканы не туралы екенін Білеміз. ашып айтпай-ақ та түсініп кетіп жатырмыз бір-бірімізді да. Уже 12-ден тарау керек деп ойлаймын. Бір оқып сол тақырыпта. Безлимитке кетті 12-ден кейін. Иә. Ішке қарай тартасың бана барады. Ол әдет деп ойлаймын. Әдет деп. Бүйтіп, ішке тарттың ба? Мен соңға. Жөтелген. Ішке қарай. Сука, не күлкілсіңдер? 51-ші мектептіге бардың. 73-ші мектепте. Ебать, екеуі де мені. Екеуіне де похуй сияқты менің әңгімеме. Иә. Блин, мен өз-өзіме кеше кетіп бара жатқан кезде мен анам айтып едім негізі боқтамаймын осыдан кейін деп. Мына келіп боқтап кетті. Мамка, да ну нахуй десе. Ладно. Пошел нахуй! Жоқ, неге дейді ғой? Боқтамаймын дейсің ғой? Мама, неге десе? Нахуй. Сол мектепте тұрмын ғой әлі жігіттер бағана. Ол мектеп тұр, иә? Ол мектеп тұр, бірақ іші қирап жатыр, короче. Сырты ғана тұр. Сырты ғана тұр дейтін атқа тұр, короче. Тұрбат дедіңіз. Қабырғалар ғана қалған, иә? Қабырғалары. Табличкасы тұр. Нөмір 71-ші мектеп. Тұр, короче. Қабырға всегда қисық болады ғой. Ол да қисық. Сол мектепке барып ішіне кіріп өзімнің нелерімді оқыған классымды, серьезно айтып. Классастан ізденді. Классқа барып бір сүйіп. Топырақты алып Руслан! Заброшка ғой, е? Заброшка. Анау аудиозапись сияқты оны, еба, братан, көзіне жас келеді. Ебать, көзге жас келеді, прикинь. Классқа кірдім. Өйстіп, оң жаққа кірем. Парталар жоқ қой уже. Андай полдарды аударып тастаған. Линейка болатын, зал үлкен былай бар. Коридор, е? Коридор, холл. Сол жерде тұрдым да бір. Ешкімге айтпай, пиздец жылап алдым, короче. Қойш? Байт ешкімге айтқан жоқпын, короче. Аяғың тоң кетті ма? Блядь. Без юмора, без юмора. Мен ішіме, сендер 100 адам негізі маған кіріп, ішімде отырсаңдар жылайсыңдар негізі ше. Яғни просто ұзақ әңгіме айта алмаймын да, короче ше. Күшті қылып айта алмаймын да. Бәрін көрдім, короче, бәрі біздің класста 11-ға. Көзін елестеді ғой, насу айтатын кезде. Барлығы елестеп, сөйтіп қайтып ауылға барып, енді бармаймын дедім, короче. Ауылға барып, жылап қала беремін деп, сөйтіп мектепке барып, просто... Саған көңіліңе не тиді ана мектептің жабылып қалғаны ма, әлде... Жабылып қалғаны. Күшті емес пе, сен сияқтылар шықпайды енді. Тоқтатылды завод. Әр нәрсенің... Дұрыс адамдар шығады енді. Жоқ, бейт маған қарады да, директор. Жабайық деді. Жабайық деп. Иә, сондай күшті қылып айтып беремін деп еще аралдан баса осы әңгіме дайындаған ғой. Андай тос сөйлеуге жатқан кезде бір нехуй сөздер айтамын деп шығасың ғой. Ол мектеп неге жабылды? Оқитын бала жоқ шығар? Сен тілегенді су деп ойлап қалдым ма? Ол мектеп неге жабылды? Енді күшті мектептер салынып отыр ғой. Зачем? Жоқ, жабылды. Мынау бізге деген ғой. Мен ойласам, адам азайып, мысалы бізде ауылда. Өйткені неге жабылды деген сұраққа бір бала өйтіп аяғын шығарған ғой, сосын салқын болып бастаған ғой. Стена жоқ қой, короче, асты. Содан асты құлап бастаған, содан новыйын саламыз деген ғой. Просто бізде жаңағы Ажа дейтін ауыл деп айттым ғой. Ол жерде мектептің қысқаруы, мектеп бұрында 11 класстық мектеп болды, қазір, по-моему, 7 класс қана болды. Өйткені балалар уже көшіп жатыр. Оқитын бала жоқ, сол үшін жабылып жатыр. 7 класс дегенде қалай 7-ге келеді да бітіріп тастаймын ма? 7-ші сынып қана. Түлек болып кетеді ма? 8-ші сыныпта сен уже басқа ауылға көшу керексің, 11 жылдық мектебі бар. Солай, сол ауылдың сөйтіп адам саны қысқарып жатқанын көру кәдімгідей бар ғой. Кете салмаса да, оқымаса дальше. Басқа ауылға болса 11 класстық мектебі барға. Сол бәрі талпа кете ма? Талпа дегенде 3 адам шығар сол.
брат, класста типа 15 адам отырады, бірақ оның артқы орындықтар толады. Ана бұларды айтпайтын шығар, біраз екі бала бар ма деп екеуіміз. Екі бала болса сабақ бітіп қалайын деп тұр ғой. типа 5 класс 6-7 бірге отырады. Сияды. 6 бала отырады. Сонда класста 3 апай тұра ма? Бір-ақ адам. Неге Математ- бе сонда? Ол параллельно Жоқ, беріп еді. Мына 7 классқа бөлек сабақ берді, точнее бір есеп берді. 6 классқа бөлек есеп, 5 классқа бөлек есеп. Так, Бір класста 6 отырады. класс құлақтарын жабамыз. Так, 5 класс. Сендерге спойлер болады әйтпесе келесі жылға деп па? Еба сондай ма не? Иә. Сендер Соңғы бірақ арқалықтағы мектепті айтып отқан жоқсың ба? Абырай ашып кеткен. брат, қазіргі ауылдар, сондай ауылдардан келгендер бар ма? Иә, Иә, бар ғой, қысқарып жатыр. алдында ауылға барғам, сол кезде бір жақындағы қызым өзі 10 сынып оқиды, и классында жалғыз қыз. Міне. Бірақ қыз оқиды. Бірақ па? Иә? Класстастар жиналысында кім келеді? Бірақ түгел жиналдық иә деп. Так, қыздың атын айтады ғой, Мадина келді ма екен? Естен класс ешқандай кездесуден қалмайтын. Жоқ, кім сабақ айтады дейді ғой. Иә, бүйтсе журналдың артынан бастаса екен. Бір қолын көтерсе, а, дайындалып келсіңдер ғой бәрің. Класста екі здоровый Класста екі о, шешен. о шеше Шешен. жоқ деп көзет естіп жатта о класста екі здоровый жігіт болғанда қоя біля жоқ екен ғой жоқ дышыда санақ аяқталды бір санақ аяқталды блин Футбол ойнаймыз, екіге бөліп. Шындайым кетеді. Өз-өзіне пас беріп, қуып кетсе. жоқ десем ма неге сабақ оқымайсың кімдерді қара о шеше өзіңдей. апайды қарашы мені қарашы сабақ көріп тұрмын бір класс дейтін бір адам бизнес қой иә бір-ақ адам Жоқ, ондай мектепте бірақ мұғалім болу керек. Иә. Барлық сабақтан бері. бір сабақтан кеше қазақ тілі мәнерлеп оқудан бірінші орын алған И екінші, үшінші орын. Үшеуін де алса. Ауыларалық олимпиада болса. Біз ұстаздар, мұғалімдер ақылдаса келе, олимпиадаға біздің мектептен сен барасың. сосын бүйтеді да бір келеді да неге жарға мынандай не стенд іліп жатады да мындай кішкентай не істеп жатсыз дейді ғой үздік оқушы деген И нашар оқушы да сол ма? Келесі айдың. ана KFC-да жақсы істеген қыз деп жатыр Өш дейді, наивка күшті. Еще обязательно есік ашыла ма? класста екі күшті дені білә мен біраз екі рет қайталаймын жатырмын мен қартайдым да сука жауып тастадым есікті Сол мен жаңа ойлағаным, сен мектебің осылай бала азайғаннан жабылды ма деп жоқ ойлап қалдым. ондай болмады Онда мектептің әдемі ғой. мектеп Жақсы қартайтты ғой мектебің онда. жақсы қартайған иә той ғой той. бля вот екінші серьезный Жоқ, әңгіме сен жыладың, кәдімгі дауыс шығарып жыладың ба, или еңкілдеп жыладың мында бүйтіп. енді бля талбай емессің ғой деп енді еба ойласаң жылап тұрған кезде класстан біреу шығып шуламашы мына жақта әруақтар отырған Бүйтіп жоқ жыласа, стенге тұрып алып бүйтіп жыласа. сәл клип болып бастап па Клиптағыдай жыласа. менің әжем Камера ки. оказывается 98 екен Тірі, иә? тірі аллаға шүкір тірі 98-де оказывается Тойға адамдар той. мысалы 98-ге келсе и солай өмірден өтетін болса 3 жас қосылады екен ғой әйел адамға типа 101-де деп өмірден өтеді екен короче ше Неге? Бонус па солай? иә бонус Мен короче. иттерде бар екен білем. А? Иттерде 1 жыл 4 жыл болып саналады ғой. Иә. мен әжем сияқты Жоқ, мен әжем 96-та қайтыс болды. Ол по факту 96-та кетті просто. Сендерді 98-ге шейін жүрмей ма? 3 жыл қосып берейін деп отыр. неге 3 жыл қосылады? Иба, егер мен ұзын мына жерден келетін ақ халатын және басыма тақия болса, осы сұраққа жауап беретін едім. Білмеймін, білмеймін. А, просто сендер жақта солай, иә? Иә, біздер жақта сондай екен. Сонда 98-де қайтыс болса, сендер 101 жасында қайтыс болды деп айтасыңдар ма? Иә. Ол не важно ғой, ол құлпытаста тек өлген жыл жазып тұрмай ма шешесі? Жоқ, тағда 150-де кетті деп қуа берсін деп болады ғой. Апашка, 150. Ол прямой әңгіменің бәрі деп ойлаймын өз басым. Ол сол мен жақпен- жауап бере алмаймын. Сол жақпен келісілген Сондай цифра ма? не бар екен, оказывается. Кеше 96 жылға әже қайтыс болды да.
96-тағы. Олар да әже 29-да кетіп қапты ғой. Олар да әже болып қалды. Олар да әже болып қалды. Олар да әже болып қалды. 96-дағы әже қайтыс болды ауылда. Соны, короче, 100 деп шығарып салды ғой. Осы кісі 100. Неге 4 жыл осы жерде? Келіспеді қой 3 жылда деп. Сондай бір бонустары бар да өзінің енді. Білмеймін. Өзден сұрарсыңдар одан. Сондай болып өмірде өтті да. Жоқ, ойлашы 98-ге дейін сен сөйлестің ба әжеңмен? Әже қазір неде? Өзінің әлемінде. Басталды ма? О жаққа кіргізбеді ма сен? Үшеу болып шай ішіп отыр. Данчо. Бұл прикол рас. Рас, короче. Кішкене қуып бастады ма? Кішкене емес. 91 ән тұр ма? Менің әлемімде ешкім жоқ. Өзің ғана. Өлген шалым бар. Өз әжең. Ол әлемде бар ғой, кстати. Мен әжем 93-те қайтты өтір айтам. Ол әлемде ат жоқ қой, короче, есімдер жоқ вообще. Миында ма? Иә. Подряд айта береді бәрін. Бәрін қандай? Получу десек деймі өйтіп барабанды айналдырып жүріп походу. Біреу таңдап аласыңдар дейді ғой. Дархан деп ұра береді. Мен кіммін деймін ғой, менде видео бар әлі, бәрі жүректі Сен ауыртады. Джеки Чансың десең. Кто я деген Видео мен кіммін короче, ауылға бардым, сол соңғы рет көргенім ғой, бүйтіп видео түсіремін де, әже мен кіммін десем. Сен кімсің дейді ғой. Камерасына қарап. Блогерсің ба? Сен кімсің дегенде андай сұраған жоқ, есеп сұрамай тұрған жоқ. Сен просто кімсің нахуй сен? Тәкаппарландың. Маған сен кімсің? Ауылдағы әрбір күшікті таниын енді мен. Мен кіммін десем, сен кімсің дейді, короче. И мен әжем мен өмір бақи Саха деп атайтын. Саха деген не? Саха, еркелетіп Саха бар ғой. Ұлт қой, Саха дейді. Якутия емес па? Саха бар ғой. Асықтың Сахасы. Асық. Иә. Кішкентай кезімде мен Саха дейді. Сен асық кезінен бері біледі ғой, иә? Негізі ол кезде малай тұғынсың да. Онда прикол болған жоқ па? Асықтың андай ұтып алған кезде тік жүретін малай деп айтатын еді бізде андай. Шәлем бәлем асықтар болады. Короче, мен Саха дейді. Мен әжеме подсказка беремін ғой. Мен кіммін десем, сен кімсің дейді. Са десем, сен кімсің дейді ғой. Видео бар кәдімгі. Может, андай бір кнопкасы басылып қанша? Вообще жаңағы Айтылана береді. бөлек әлемде ғой. Бөлек Просто әлемде. мен оны білемін, брат. Өзінің әлемінде, андай бүйтеді. Тамақ әкелсеші дейді, короче, да? Жеңгешке айтады. Жоқ, жеңгешке тұрады. Тамақ әкелсеші дейді. И жаңа ішіп алдыңыз ғой десең, қашан жаңа іштің дейді. Жаңа ішіп алдыңыз ғой десең, просто мына жердегі екеуі тамақ күтіп отырды, сонымен қосып ішейін деген ғой дейді. Ал мынадан кейін ұйықтап көр. Ана жерде екі қасық тұрса просто. Ауада ма? Блин, мен просто неге... Көтің дір рете қалады ғой, Не только көтің. Не только. Просто ана жерде андай ғой, әженің қолында өскен ғой. Мен ортаншы бала, әже мені өсірген. Өйткені мама, папа неге? Өсіре алмаған? Саудамен өсірген, біледі. Саудамен айналысқан. В основном адам сататын десем. Негізі біз 10 бала тұғымыз. И әже біртіндеп өсіріп дайындап беретін. Иә, сондай... Саудамен айналысы, сенің тәрбиемен И айналысады. бүйтіп... Сенің тәрбиеңмен, біліңмен айналысып. Айналысқан жоқ, тек саудамен айналысы. Хорошо. Ладно. Сен әжең қолында өстің. Әжен қолында өстім мен. Асыл Без молока. Мен әке шешемді признавать етпейтін адамдардың қатарында болғанмын ғой, негізі осыған дейін ше. Бір-екі шапалақтан кейін мойындадым. Бір-екі шапалақ сосын бастан былай. Жеңге көке деп естің ба? Жеңге деп айтқан жоқ, мама папа деп айттым, бірақ особо қатты Сөздер өтпейтін. Иә, Донецк біздің қала деп жүрдік қой, короче. Мойындамаймыз. Иә, мойындамаймыз, нихуя себе деп. Сол просто несі барған кезде басқа әлемде отырады ғой. И менің жүрегіме тиеді, короче, түсініпсің ба? Конечно. И андай ойсып ойлап кетемін жаңағыдай. Душ жағып бастай ма? Соны өйтеді, түнгі сағат 4-те тұрып алған, короче. Данияр, қалайсың? Амансың ба? Мынау екеуі сені күтіп тұр десең. Данияр шық, мынау екеуі сені күтіп тұр. Мына екеуі алып, прикинь, сондай мынандай болады бүйтеді. Данияр дейді, заттары тұр қасында, несі тұр. Не болды сен? Мен кетіп жатырмын дейді. 4-те дейді. Алмазын байымса, өлқон. Кетіп жатырмын дейді. Сол әже тұра тұр, ақымақтық істеме деді мына жерге. Документтерін бәрі жерге қоясың. Бүкіл амбицияң жерге қойды. Маған қарай тек жүресің. Апа, әулет дайын емес. Ақша дайын емес, өлме.
сондай короче аяқ астынан жыртып жібереді короче түсінесің ба Таңғы 4-те. таңғы 4-те сөйтіп жыртып жібереді сосын бүйтеді Данияр иә дейді сенде машина бар ма негізі дейді Просто кемсітіп отыр ма? иә Өлер алдында. Просто поугарать. әжем айтып көтінді айырып алды Қасындағы екеуіне айтып. оқтаумен бүйтеді Данияр сенде негізі машина бар ма дейді неге ол әже аманшылық па бір жерге барып сұрайсың ғой просто мен аралға қайтуым керек еді ғой үйге дейді Қайта Аралда отыр. аралда үйде отыр шай ішіп бәріміз бірге 4 адам болып шай ішіп отыр негізі әулетте 6 адамбыз ғой негізі 10-быз короче түсінсің ба ана қосатын жаңағы 3 жас қосады дедім ғой сол сияқты 3 адам қосылады 3 адам қосылады иә сонымен жыртып жібереді бүйтеді торт жеп отыр торт Бірақ саған ол юмор болып естіледі ғой. Мен жұмысың сол ғой сенің. уже үйдегілер анадан өтіп кеткенбіз уже ана қорқу неден өтіп кеткен жыртып жібереді короче бүйтіп өстіп тортты өстіп жеп отырып Жоқ, торт бар физически. Или өз әлемінде жеп отыр. біз де сол әлемге кіріп кетіп торт деп отырсақ Ебать, апа айтпайсың ба деп. Мына жақта дискотека ғой. сендердің әлемдерің не қою ғой торт жеп отыр да бүйтіп Әженің пациенті жақта емес. мен просто бұны юмор үшін айтып жатыр деп ойлама бүйтіп жеді өйстті да осы ақша бар барлық жағдай жақсы неге торт бірдеме алып қоймайсың Сөйтіп айта ма? торт жеп отыр по идее бәлә ананы юмор ғой короче түсінсің ба бақ айтады жыртып жібереді короче Үйдегілер жыртылады, бірақ саған тиеді ол. сол мен енді кемпірдің қолында өскеннен кейін маған ауыр короче бар ғой сосын бүйтеді Данияр танисың ғой мыналарды дейді короче Мыналарды жаңа мектепте көргенбіз. Мектепте көрдім. сосын уже біз андай болып кеткенбіз иә танимын конечно анау мынау деп иә танисың деп тұр Ол кешегі екеу емес. бұлар бүгіннен басқа бұлар да бізге үйге қонатын ақ не қоя себе деп үйде сосын андай тұрады да приколсыз короче өзіне өзі шапалақтайды короче шапалақтайды да қайтадан ұйықтайды Ойка. сондай әжеміз қазір енді бізде енді қазір 98-де болғанмен ол кісінің жасы келген ғой енді енді ешкім өмірге ренжи алмайды короче маған бүйтеді Күлсең кәріге күл дейтін осы ғой. кәріге де күлмеген жақсы ғой негізінде ойлашы өзіңнің мамаң Жеңіл қабылдаған күшті ғой. Жеңіл қабылдаған дұрыс, чем ауыр қабылдағаннан гөрі. сондай темада Ауыр нәрсе ауыр да просто. Түсіндіре алмасаң ол ойыңды. ауыр деген андай ғой короче қатты алып жібересің ғой ауыр да сондай әжем қазір 90 Брат, мен атамның просто контузиясы. бір приколы өзі неге барады жуынады шайнады шашын тарап өзі короче всегда Енді жанында 2 көмекшісі бар ғой. Бір күні екі танымайтын адам келіп тұрса Даниярға. Данияр сені әжеге шақырып отыр. Люди в черном келіп тұрса. сен құрдастарың ғой нахуй неге күліп сенің қасыңа да ертең екеуі келеді біз анда Даниярдың әжесінің қасында болған бауырларымызға салам алейкум Қолдан ручка парақ бар. Олар осы жерде. біз негізі алтау болып отырмыз ағатай деп блин сондай әжемнің мен аралға бару керекпін деп может бір бала кезінде қыз кезіндегі арманы бар шығар андай Жоқ, кісілер деген вспышкамен есіне не түседі, соны айта береді. ол 14 жасында оказывается радио сөйлеткенмін дейді короче всегда айтады радио сөйлеткенмін дейді Ол деген? ол дегенім 14 жасында столбға шыққан үлкен еркектер шықпаған столбға шыққанда радионы жөндеп қосқан ғой короче Содан тоғырып. содан тоғырып сондай не істеген екен Өзі жөндеп алған. жөндеген соны әлі айтады ғой короче жалғыз қызық оқиғасы бар апа әзілі бар еді ғой соны всегда айтады Жоқ, оны айтып отыру керек деп ойлаймын, өйткені ол кісі радионы жөндеген кездегілер ешқайсысы тірі қалмаған шығар қазір. может ол столбта жоқ шығар радиода жоқ шығар Стоп көріп тұрсыңдар, жоқ. Ол жерде болған. сен радио тыңдап өстіңдер ма радио тыңдап өстіңдер ма деп 96 жылғы жігіт 70 жылғы жоқ жігіт енді малдауылда зәмзәгүл әжей айдос апайдың ертегілері Брат, ол бар ғой, радионың 2 толқыны болады. Біз қасында жүрген FM деп аталады ол. FM толқындар.
қазақ радиосында. до этого болған AM дейтін толқындар болатын. AM. AM, короче. Оны- Вот сол толқындарда болатын ғой нұры. Эфирде. Ол не радио толқын емес па? Иә, толқындардың екі түрі болады. Жоқ, Сол біз радионың аты. Сен Иә? білесің ба сол Толқын. зәмзәгүлі Толқын жем дейсің білесің ба? ба? Зәмзәгүлі жем білесің ба? ертегілер тыңдайтынбыз, иә? Айдос атаның ертегілері. Бізде әже болды тек. Сендерге шейін уже тауып алған бола біреуді. Екеуі. Сол кісілер бар ма екен? Мә бір іздеп көрейін. Радионың ішіне қалып қойған шығар, шұқылап қойды. Деп қарап. Білем, мен ана ауылға барған кезде біз ошол име сойды да. Сен видеоны көріп жүрегім ауырып кетті ана ата мен апаның. Ата мен атаны қоштасқан кезде жүрегің ауырады. Кәдімгі машинамен кетіп бара жатырмыз ғой. Екеуі ғана қалып жатыр ғой. Енді үйбайды машинамен үйіңді тастап барасың, ауылда сет жоқ, қой қаямда Жоқ, ана кісілерге олар біз барамыз ғой. Біз ауылға барамыз ғой бір аптаға. Өмір оларда прям андай қызықты да. Сен күтеді максимально енді печенье жасайды айтады, өздеріне нафиг керек емес қой. Онша емес әңгіме емес па? Ауылға келеді, печенье жасайды. Ауылға келсе печенье дайындап береді. Жоқ, имеется в виду олар по-любому өздеріне жасамайды ол печеньені. Магазинға барып кәмпит әкеледі, қой сояды, өйтіп кәдімгі с утра киіп шықта. И біз кеткен кезде олар өздері айтады да, сендер кеткеннен кейін өмір тоқтап қалады дейді. Иә. Сендер келесі жылы келгендерін күтеміз дейді. Болды сол, типа оларда 2000 Болды, екі адам өмір сүреді. өмір тоқтап қалады деген. Екеуі ғана ма? Екеуі ғана малда. Енді малды қарайды, кіргізеді, сауат айтады, бүйтеді. Сөйтіп қана өмір сүреді. Фазендада жоқ. И оларда разнообразие болады өмірлерінде, когда біз ауылға барамыз. И осын естіп, машинамен қайтып бара жатқан кезде, еба, жүрегім кәдімгідей ауырады ғой. Екеуің қызық оқиғалар да жоқ қой, уже таусылған шығар. Уже айтып салған шығар бәріне. Анау, Екеуі сол ғой, былай со стороны қарайсың ғой, бірге отырған кезде түк әңгіме жоқ. Аташ темекі шегіп отырып береді, оған темекі болса болды, короче. Қоштасқан кезде де темекімен қоштасып Қиын. сенімен қоштасады, бірақ темекімен қоштаспаймын деп қоя. Ол кісілер бері қарай келгісі келмей ма? келмейді, брат. Әрі қарай кетіп бара жатыр дейді ғой. Ана жерде 2025 біткен ғой. Не үшін келгісі келмейді? Мә бір сұхбаттасатын да. Бә, ол мысалы мен ойлаймын 50-ден асқаннан кейін адамдар бір жерге орнығады ғой. Сен өз ата-анаңды Алматыға әкеле аласың ба мысалы? Әкеле алады бұл десе. Келе бар. Қол аяғын байлап. Жоқ, мен мысалы мен өз ата-анамның мысалында айтып бере аламын. Олар өмір бақи ауылда тұрып өскен адамдар ғой. Олар адаптация қиын оларға. Сіздің ауылыңыз енді 15 мың адамды, көрші қолам бар. Бәрімен сөйлесіп шықпайды ғой. Онда да 20 үй бар ма? Тоже көрші қолам бар ғой. 20. Жоқ, олар үйреніп алған, оларды уже келтіру невозможно. Вообще. Алматыда үй алып берсең келеді. Тұра алмайды. Тұра алмай ма? Үйренсеңдерші сай. Алматыда не үй алып берсең. Жоқ, олар үшін үлкен кісілер үшін мен түсінгенім ең приколы ол ортасы араласатын. Иә. Ортасымен әкелу керек Мен- қопа. Олар көңілсіз өмір сүріп жатыр деп айтып тұрған жоқ. Олар тойға барады, көп барға қатысады, айтады, бүйтеді. Тойға бара ма екі адам? Кім Иә. тойына? Той көп, күнде ауылда той ғой. Жоқ, екі ақ адам деп тұр ғой ауылда. Жаңа Жоқ, 20 20 үй ма? Где-то енді 20 семья тұрады Бүгін ғой. мына үй печенье істейді, ертең ана үйге 20 үймен печенье. 20 печенье істесе. Біреуден. Наурызда кәдімгідей ауылда мереке деген сияқты. Оның өзінің вайбы бар, короче. Біз оны түсінбейміз, олар бізді түсінбейді ғой. Жоқ, мен айтайын деген сол момент қиында кеткен. Қоштасуда. Менде сол момент 2 рет болды. Үйге кірген кезде, Ешмендір. Бір арақа той болды. кірген кезде и қайтатын кезде Жүрегіңіз ауырады. қатты ауырды. Мен тығылып, Атан тұрса мас болып суға. тығылып жылап алдым мен. Да? Сен мама папаның қасынан кетіп бара жатқан кезде. Сен тығылып жыладың ба сенде? Иә. Мектеп болған жоқ па заброшенный? Бізде еще біздің ауылда мектеп наоборот көбейіп жатыр. Неге? Бізде мен кеткен Класста кезде Өйткені биай групп кіріп жатыр десе. И базиса кірді десе. мен кеткен кезде 5 мектеп еді, тағы 3 мектеп салынды. Жоқ, хорошо, ол қызық емес, жылағаныңыз қызық. Не үшін қалай жыладыңыз? Енді ойлашы сен Сен жылайсың ба деген сұрақ болып тұр. тығылсам, иә. Тығылмаса ойнаймыз. Жоқ, енді ойлашы сен үйіңнен кетіп баратсың, әке-шешең бүйтіп. Еще бір өзің. Жоқ, талпа болып бардық. Талпа. Иә, сол кезде. Жоқ, блядь. Әпкелеріңіз тоже бар Қасында ма? жынысы қыз бір. Енді 70 жасқа бәріміз бардық қой. И сол кетіп баратқан кезде Нұрмахан тағы өзі деген ғой. еще бүйтемін ғой. Шыққаннан кейін ана машина үйден шығады ғой. Шыққаннан кейін мен қайтадан кіремін да, воротаны өзім жабамын ғой. И ар жаққа артқа қарай алмайсың уже. Қоштасып қойдым ғой мен. Өйткені Артқа қарасаң, қашан үйленесің деймін.
қарасам көзіме жас алып қалатын сияқты мен көрсетпеуім керек ана тез тез бетіне алып и аны бүйтіп саламай жатырмын папам өзім салам шыға бер деді ананы да көздей алмай жатсаң блин бәрімізде жоқ ол сондай болады ол не только ауылдағы адамдарға жалпы ауылыңнан кетіп бара жатқан кезде ол сондай бір сәл мұң болады дейді мына жерде бля біз уже қартайған сияқтымыз әңгімеміз осындай уже түнгі бірге қарай осындай әңгімелер кетеді шемішкеге алып шығатын біреу ағаш жарып мына жерге от жаға беріңдерші бля күшті мен гитарамен ән айтып бере аламын еще галаны таза қаланың адамдары бар ма осы вообще алматыда ауылға тұрмаған көрмеген прям осы жерде туып өскенсіңдер иә мал ондай болған жоқ иә сіздерде иә біреу ішіп алып жатуы мүмкін мал болып дейсің былай да ешкіні тек артыңа қарап сөйлесе бауырым деп тұрады осы ешкі тауық дегендерді примерно зоопаркта көрген адамдар ғой иә сондай ма зоопаркте көрдіңдер ма көктөбеде түйе көрдің ба өмірде түйе көрген жоқсыздар ма бля ана түйені бір көруге болатын динозавр деп айқайлап тұр ғой менің қызым түйе көрген ғой короче біз ауылда түйелер гаишникті сәл ысырып кетіп қалды түйелер сондай ғой біздің ауыл көшеде жүре береді короче мынау ақшама оқ бля боғын ғой деп лақтырып жүреді сол сияқты ол түйе всегда любой жерде жүрді соны мен қызым көріп қалды динозавр деп тұр короче мен ұлым ауылға барды осыдан былтыр бардық па Айс па? Айсұлтан иә ауылға келеді и жүрміз где-то жарты күн болды уже печенье жеп алды печенье жеп алды обязательно кілегеймен ғой еще кілеге деген не ол Момент. пакетке құясың да ішінде печенье бар еще со вкусным печенье ұрасың ғой кілегей дейтін қаймақ дейсіңдер ма біз жоқ сметана кілегей дейтін не ой кілегей сметана неге кілегей жоқ кілегей дейтін біздің ауылда андай ана шыбындар жабысып қалдыңдар ғой бірінші бір аяғымен жабысып қалды шолмен екінші үшінші төртінші бля соның қасына екіншісі қызық көруге келіп қонып ол да көтайлы не істеп жатыр мынау бір шыбын тұрады ғой соның үстіне шығып алып жатады ғой шыбындар ше білесің ба зина жасап оңбағанда енді шыбындар бір ақ күн өмір сүрмей ма бүкіл қызықты көріп қалайық та деп ана астында жатқан шыбынды бір клей ежу төбесінен ол өлім аузында жатыр аяқтары қайысып жабысып қалса жаның кіреді бүйтіп араздарды қиналып жатады ғой кілегей дейтін сәл басқа түрі негізі таза қаймақ емес сливки дейтін қазақшасы клегей ма иә соны сен де прямой аударып жібергенсіңдер бізде мысалы сепаратор білесіңдер ғой иә сепараторда неткен кезде құйған кезде мына бірдеме мына жаққа кілегей шығады бізде қаймақ десеңші жарайды сендерде қаймақ болсын бізде кілегей болмай сендерге бля кілегей дейді какой то сен қабырғаны жар деген кезде мен үндемеймін ғой досым орындықты отырғыш деген кезде де үндемеймін мысалы все көтім қыстың досым жоқ бізде динозавр түйені динозавр деген жоқ әңгіме кілегейде емес жоқ түйені динозавр дегенде үндеген жоқ ең грубый ше все досым мына жақта мына фазенда деп әңгіме кілегейде емес жаңа ұлым бірінші рет ауылға барып тұр прям жәнегі ауылға бар ғой жәнегі иә 20 үй бар ажарға ажа шағарып ажа мәссаған ырды жей қойған ғой ат қойған кезде ыр өшіп кеткен дейді иә и где-то бір жарты күн жүрміз и маған келеді де папа неге аспан үлкен болып кетті дейді короче папаң істей алады деймін қарашы тарылтып тастайын ба аспанды көрсетейін ол ойнап жүрді қорадан секіріп бүйтіп жаңағы қаздарды қуалап кәдімгідей тауықтар момент қарады жоқ маған келеді де андай эмоциясын айта алмай тұр неге аспан үлкен дейді и мен біз ана жерде қой сойып жатырмыз ба мен ақыреттің белгісі қинап жібермеді ма баланы прямой солай отыр мен саған айтайын шапанымды алып кел тақияңды алып келші деп мен мән аударған жоқпын сондай үлкен болады айтып бүйтіп кетті үлкен болады деп сенің де білім жоқ па жоқ мен жоқ деді аспан неге үлкен болып кетті сенде соны айтамын аныр мама аныр актер Джереми Дефоның бір мемі бар ғой бүйтіп аспанға қарап тұрады сол сияқты жоқ мен мән аударған жоқпын өйткені бір жұмыс істеп жаттық та сосын барып ойландым аспан неге үлкен енді сөйтсем ойланып тұр бүйтіп қараса жай ма жоқ
ойланасың ғой. Қалада сен ана жаңағы Қыздың мыңы бар, қалағаныңды үзіп ал. иә көп қабатты үйлердің арасында сен аспанның бір Иә, бөлігін ғана көресің. Мм. Ана ауылда сен горизонттың мына шетінен аспанның міне мына шетін көре аласың, короче. Еще жұлдыз. Жоқ, ол кезде Сәуле кеш бәрі. батқан жоқ, ол кезде кеш батқан жоқ. Араласпа мен әңгімеме дейсің. Күндіз ғой? И сосын барып түсіндім, ол үшін Жұлдыз үстінде келе ма? қаладағы бала, короче, қаладағы бала аспанда тек қана бір бөліктермен ғана көреді. Ана 100% 360 көрмейді шет-шетімен. Ауылға барып ол шокта да аспанның шеті көрініп жатыр ғой, короче. Әр жағына қараса, соған айтып тұр да аспан неге үлкен дейді. Сосын түсіндірдім, өйткені қалада мынандай көресің деп. Жоқ, оның бәрін түсініп тұрмын, неге аспан үлкен дейсің. Сен тупой деп ойлап жатырмын. Аспан не үшін үлкен деп жатырмын деп. И ауылда сол кең ғой кәдімгі. Негізі мен неге көк деген сұрақпен келеді деп ойладым, бірақ бар ғой. Аспан неге көк деп. Көк дегенге жауап бере алмайды екенмін. Анау мақал қалай? Өйткені қалада зданияларда ғой, неге көкті ұйқастыра алмай қалсаң. Кет жоқ. Кет жоқ. Бәле жаланы шақырма деп. Табалдықта ұйықтамады ал деп. Сөйтіп аяқтасаң. Бекзаттың шутқасы бар еді, бар жаңғақ шақ дейді. Білесің ба? Сағым қаптың сендерді ғой, Бля, біз по идее, кстати, енді көрісіп отырмыз ғой. Отпустан келіп. Да, я не хотел по идее көрсең. Енді, конечно, сен машинаға хотелкаларың бар ғой, бауырым. Қалай сол жаңағы мақал бар ғой. Қайсы? Құдықтың түбіндегі Теңіздің Мынау түбіндегі кезінде Абылай хандардың кезінде болған кезде екі жау келіп тұрған кезде шешендер шықсын дейді ғой. Бір сөзбен қайтарды дейді ғой, қайеме дейді. Андай бар еді ғой, андай білә кім қандай еді, артынан пышақ кіріп найза кіріп кетті. Жоқ, мынау шешең ғой, шешең. құдықтың түбіндегі тасбақаға аспан теңгедей болып көрінеді дейді. Жоңғарлар не түсінбедік десе. Жоқ, ол андай ғой, білімі өте таяз адамдар Иә. бір көзқарасты пікір айта береді да. ауылдан шықпаған адамның білімі дейтін бар ғой. Ауыз сасық деген. Мен мысалы үшін сол баяғыда көңіліме тиетін. Қайсы? Ауылдағының ауыз сасық дегенше. Сосын зумный Күнде паста ысып алдым. келесің аузында. Енді айтшы мақалды. Сосын зумный паста алдым. Жоқ, сендер екеуі мақалдан екеуі бір-біріне ұйқаспайды, бағанан бері қарап отырмын. Айтып жібердім дегенің ғой сен? Жоқ, мысалы Менікі кеп тұр. Жоқ. Мысалы, білім инемен құдық қазғандай деп жабыстырып жіберсем дұрыс қой деп кетейін деп тұрсыңдар ғой сендер? хотя бы құдық бар дейді ғой. Жоқ, бұның түсіндігінше мақалында тасбақа құдықтасына жатады ғой. Аспан қараса теңге сияқты. Оның папасы жоқ дейсің ғой. Менде сұрақ, тасбақа теңгені қаяқтан біледі? Құдықтан шықпаса. Тасбақам баласы келеді да, папа, аспан неге теңге дейді. Аспан неге теңгеге ұқсайды. Өш ішінде. Есташ, өш. Бақа тиынды қайдан біледі дейді деген сұраққа біле білесің не? Құдық қазып жатыр ғой, алады шығар тиын. Сол кезде көрген ғой. Жоқ, 2-на-2 қазып жатыр. Тасбақаға теңгесін берген ғой, тасбақа бүйтіп алғанда өлшеген бейді. Ал. Сол құдықтан өзіңіз шығыңыз. Ақыры кірген. Битті. Нұрбақа биткен кезде уже қолын түсіргенде жалаңаш тұр ғой бит. Mortal Kombat'та ана мұз шашатын кім еді? Сабзира? Сабзира келді да, құдықтан келді бүйтіп. Айналдырып жіберді ғой. Білейін, кеше Дина Нұрпейісова емес қой. Дина Төлепберген, кім еді? Төлепберген. Дина Төлепберген астында бір комментарий жыртылып қалды. Біз талап берген? Төлепберген, санап берген? Қанап берген дейтін нәрсе еще бәріне қасыр өзіңіз сонда. Қандай комментарий жыртып жүрді? Сол комментарий жыртып жүрді. Мыналардың әңгімесі басталады да бітпейді екен дейді. Білейін, натур екен. Сырттан қарап отырмын, бана көрермен болып екі жыл қарадым. Бітпейді екен әңгімелерім, бажа жоқ. Сол күшті сияқты. Жоқ, негізі біз ше техникалық кештерді бәрінде басында түсіндіретін едік қой. Бұл жолы біз уже енді түсіндірудің қажеті жоқ сияқты. Мен ойлаймын. Жалып кеттім. Жоқ, енді бірақ білмейсің ғой, бірінші рет келіп отырғандар біреуге. Жоқ, ана біз сұрайтынымыз бар еді. Біреуге ерік келгендер бар ма? Вообще. Тоқтатыңдар.
төбедегілер ұшып жатса просто. Сендер Бағана безбилет кіріп келгенден чайкалер қойып. кіргендер бар ғой. Ема біз біліп қойды деп. Еріп келгендер бар ма дейді, екі бала ренжіп қалса. Сен вообще білмейсіңдер, получается, бұндай жобаны. Түсінбей отырмын. Солай болады. Есіміңіз кім? Ерсылан деген жоқ па? Жоқ. Түсінбей отырмын деген. Түсінбей отырмын деген қарындасы бар. Мен ем. Есіміңіз кім болады? Ақбөпе? Мен жерде кіндігім бар десе. Ақбөпе өте күшті есім. Мен нағашы әжемнің аты Күнәсін. Күн асыл. Тоже алыс кетіп. Ақбөпе, Күн асыл. сіз кімге еріп келдіңіз? Диляға. Диля. Ол не деп айтты? О, подругам келген жоқ, Ерсылан жігітмен келген. Барайық. Бір жыл деген кезде Жыл көндің сен. көндірдім ба? Блин, Ақбөпе, сен бүгін травмамен қайтып бара жатсың. Блин, кешірші арамызда сізге расчет шығар. Сіз сонда түсінбей отырсыз ба бұл жерде не болып жатқанын? Бүгін бізде Ақбөпе ғой қонақ. Блин, прикольно. Бүгін Ақбөпеге Ақбөпе қошеметтеріңіз. Ақбөпеге мен ойлаймын, до конца түсіндіріп кетуіміз керек деп. Бағана айтқан приколдарды Так. Тәпсірлейік. талқылап, мәселе. Негізі менің әжем ешқандай ауырмайды. Қасында екі адам елестеген, ол да жоқ өмірде. Деп түсіндірсің, е? Блин, Ақбөпе. Ерсылан негізі актер. Мыста жасамайды. Отырғызып қойғанбыз просто. Блин. Не жерде Ақбөпе? Ақбөпе? Бәрі подставной адамдар. Бля, Ақбөпе дейтін бір түрлі екен да, Ақбөпе. Свет түсірекші Ақбөпеге десе. Ақбөпеде просто андай болып тұр ғой. Диля шақырған кезде примерно түсіндірді ғой. Бұл жерде 4 резидент болады, қонақ келеді, ол проблемасын айтады, сол проблемасын шешеді дейді. Біз бүгін концертте ешқандай ондай тақырыпқа жақындаған да жоқпыз. Зачем? Поэтому Ақбөпе түсінбей отыр. Проблема қайда Онда деп. Жазира еркін. Жазира қайтып кеткен шығар? Иә, қайтып кетті. Кетіп қалды ма? Аух, Аллаға шүкір. Кетіп қалды ма? Ақбөпе. Сөйлеп басын. Ред флаг деп ойлаймын өз басым. Жоқ, көр, Неге ред флаг? Гала ол Бойдақ қой. бойдақ емес па? Мысалы, Жазира екеуінің арасынан тек қолына үсіп сахнаға көтеріп жіберген болмаса, басқа арасында ештеңе жоқ. Ақбөпе, басың бос па? Сәл бос сияқты ғой, ақырын айтқанына қарағанда. Негізі бос емес еді, ну десе. Бос точно, иә. Иә, Ақбөпе. Ерсылан бойдақсың ба? Маған ұнамайды десе Ақбөпе. Ақбөпені иығына салып. Досың сияқты ауырып көрмедің ба? Блин, әзіл, ауыр. Ақбөпе, қайдансың? Получается, да? Жерлес. Зайсан. Біліп отырсың ғой, примерно. Жаңа ауылдарды айтқан кезде түсіндің ба? Приколдарды. Өйткені Зайсанға барған кезде сол жермен өтесің. Ауылды түсіндім, прикол түсінбедім десе. Зайсан, сен жақта да аспан бітпей ма? Тош. Зайсан жаңағы Зайсанға барсаң Қытайдың роумингі қосылады, иә? Уже қосылмай ма? Қосылмайды? Жоқ, қосылады шығар, бірақ түсінбедім десе. Әлі өтір. Тұратын жерінің өзін көрсетіп қазір қарай. Просто мынандай ғой, Зайсанда мен болдым да, Зайсанда оказывается андай екен, адамдар ровно жүре ма, бір бәле ғой, короче. Бізде концерт 6-да тұғын. Ол кезде біз КВН өнеміз. Сол кезде уже Қытайдың несі андай качалкалар тұрады андай да. Мұнай шығады ғой сіздер жақта. Е? Скважина. Скважина. Құбыр. Мынандай не дейді мындай? Құбыр дейтін труба. Кран дейді. Качалка дейді. Гала, качалка деп отыр совет. Жоқ, бұл жерде біреу качалка деді ма? Екі емшегімен. Сонда Зайсандағылардың бәрі мен сияқты ма? Жоқ, ондай качалка емес деген кезде ма? Айтыңдар, если что. Сексуально. Ой, Ақбөпе. Галаның емшегі біраз материал болды. Сен әжіңде. Если что, інің Алматыға келсе, емшексіз қалмайды. Бәрін емізіп жүре ма?
еміздіріп жатырық. Халықты Еміздіріп жатырық бәрін. Қала бір үш қызды емізіп кетті ғой деген сияқты. В общем, Зайсанда концерт бергенбіз ғой. Сағат 7-де басталу керек концерт. 7-де. Кешкі, скорее всего. Егер нақтыласаң, похуй до конца кетейік дегенім ғой. Таңғы болса жиналмайтын адам. В общем, таңғы 7. Тек қана охранник тұруы мүмкін. Жігіттер нахуя өйтіңдер деп бүйтіп. Сонымен кешкі 7. Кешкі 7-де Исын аға. Зайсан мәдениет үйінде. Креатив жасау. Зайсан мәдениет үйінде. Зайсан мәдениет үйі ма? Ол жақта қандай? Білмеймін. Мынандай ғой, короче, зал былай. Иә, күшті зал, кстати. Күшті зал. 7-де концерт болды, сағат 6-дан 48 кетті. Деп айтайық, грубо ғой енді. Сен оны неге еске сақтадың? Өйткені келіп бетіңе басты. Иә, концертті бастаймыз 1,5 минуттан кейін дейді. Еба, 48-де ма? Иә, концерт залды қараймыз ғой, адам жоқ шеш. Бірақ концерт басталай деп тұр. Аха. Бір грубо ғой, 10-15 минут қалды концерттің басталуына да. Сол вообще адам жоқ залда. Сыртта қараймыз, ешкім жоқ шеш концерт. Сосын біз ойладық, скорее всего, концерт отмена деп. Арада 8 минут өткеннен кейін администратор келді ғой. Билет солда отқан концерт бәрі билет өткізді дейді ғой. Сөйтсек адамдар талпа деп жиналып қалды короче. Ня деп кетіп қалды бәрі. Талпа да короче. Мен соған таңғалдым. Зайсанда адамдар риск концертке вовремя келеді, көреді, фотоға да түспейді ау шеше. Иә. Сөйтті де сразу кетіп қалған есімде. Зайсан туралы менде сондай бір қызықты оқиға болған. Жақсы. Асма бірдеңке емес бұны. Күлкі деп ойлап отырық біздің. Біз негізі күлкі деп ойлап отырмыз. Ауырып отырсаңыздар айтыңыздар бейт. Екеуі келіп тұрмасын? Залда доктор бар ма? Дәрігер. Доктор дейтін кәдімгідей сауатсыз сұраған. Еба, доктор дейді. Доктор деп кәдімгідей. Еба, менің 8-ші классым елестеп кеткенше доктор деп андай манту алатын кезде. Еба. Манту алатын кезде айтпақсай бәріңді кесіп кетті ма? Емне? Манту алдыңдар ма? Манту мына жақта. Ол наркомания. Саған мына жерге салғанша сауат. Докторлар саған салғанша мына жерге. Мынау манту емес қой. БЦЖ ма сондай ма? БЦЖ, мынау манту мына жерге. Мынау ПСЖ. Мынау қайрат. Мынау қайрат. Мына жерден салатын ғой, сол кезде сендер ісіп кетті ма сендерден? Сен естідің ма? Спет. Дархан сендер ше естідің ма? Жоқ, мен жуынған жоқпын. Әлі жуынбаған ғой спек. Жуынбасаң да ісіп кетеді екен дос. Жоқ. Да? Жуынбасаң. Значит, ол дұрыс салмаған дегенсіз ол. Мен туберкулез шамын. Еба. Иә? Жоқ. Дархан, мына микрофонды алып кет өзіне. Саған бердік осыны. Жоқ, он не сонша шошып? Туберкулез. Жоқ, мынандай болды. Менде манту ісіп кетеді, мынандай болып, мынандай. Осындай болып, андай болатын еді. Прикол долбоевский ғой, мына көкпен бояп қоятын еді ғой, ісіп кеткенше. До конца қоршап, ана салған жерін көк ручкамен белгілеп қоятын. Маченскийдің өлеңі бар да? Ісіп кетті манту. Мен білмеймін, мен танитындар бәрі ісіп кететін, короче. Или біз тазайын болдық па? Жуынып. Содан мені мантум ісіп кетті деді да, и андай вот жібереді, короче, басқа жаққа емделіп келеді, жаңағыдай ғой, тупсын деген сияқты бар ғой. Сосын бізде андай мына жер түсіретін не дейтін еді? Рентген. Флюорография. Флюорография. Иә, соны түсірдік кішкентай. Дико кондерде жыламыз да? Мына жақта тоңып отырсыздар ғой деймін. Жаурап жатсыздар, мен де жаурап кеттім бірге. Кондердан тоңып отырсыңдар ма? Жоғандар. Жоға, кондер бұзшы. Жоға дейтін пульт ба? Жоға кондерді өшірді. Кондердің атын жоға деп қойып алсаң. Алиса. Жоқ, оны істемеймін. Манту туралы әңгіме, нахуй қызық емес болса бітірейін. Деп ойлап тұрмыз. Иә, бітірдім онда, бітірдім. Бітірейік оны. Иә, мысалы қарат. Бірге дейін жүретін болсаңдар, сендерді ешкім іздемейді ғой, болмаса. Маған номерлер тастап кетеді. 18-ге толмағандар жоқ шығар, залда. 18 дейсіңдер ме? Толмағандар отыр. Толмағандар отыр ма сонда? Отыр. Шапалақ ұрды ғой жаңа. Сылам қылып бірге. Сені кім кіргізді? Деп. Андай ДК-ның адамдар кіргізіп жіберетін концерттер бар да. Молодцы, мә бақтен келіп, толып. Келгендеріңізге көп рахмет. 1:30-ға шейін. 1:30 болса да, иә. Қайтып кетпей жазира еркін сияқты. Келін баламыз сондай мінезі бар енді. Күйеу бала Күйеу бала, енді өзіміздің балада торақ болып тұр ғой. Келін алып кел бар, құры. Жоқ, күйеу бала, келін баланың ұйқысын, жұмысын сыйлайды да. Сосын Туды. Анаяқтан бір есік жабылды. Өш. Гала, өш. Райондағылар, гала, өш.
негізі ше, негізі бұндай кезде зал қолдап кету керек еді ғой андай. Общий шығу керек еді ғой. Лақтырып кетті жалғыз өзі. бля концертте бір өзін жабақтап қалды педалдар сол сияқты жоқ бұл жаңағы восхищение болды ма дейтін. жоқ мен оны жоқ негізі қысық болған тұғын все ерте шынымен келгендеріңізге көп рахмет. Жаңа енді көрдік, біраз адам видеоға түсірді. молодец дарханда түсірді Жоқ, енді видеоны әдемі деп саласыңдар ғой. Бізде өзіміз осындай енді закрытый клубпыз да. Съемка болмаған кезде осындай. Өздеріңіз примерно байқайсыздар ғой, шектен асып кеткен бір әзіл болса, оны музыкамен қоя салыңыздар. Зачем бізге бағанағы определенный бір ұлттың немесе бір рудың аталса белгілі бір адамның тасбақа дейтіндерді шығара бересіңдер. мен әжемді де шығара беріңдер олар үшеу болып шықсын бірақ екеуі ренжиді алып тастасаңдар Олар полный составпен шығу керек. шапалақ бисмилля единственное біз андай қошемет деп айтпаймыз да короче әркім өз юморына ақбөпе біз сізді келесі жолы көрмейміз деп ойлаймыз Ақбөпе бәрін жинап жатыр. Ертең көшеде кетіп бара жатады. түшкірген сияқты озырып қойса ақбөпе көргенімізге қуаныштымыз ақбөпе Біздің барлық сектаға қош келдіңіздер айта кетейін басқа қаладан келген сыйлап келген барлық қонақтарға көп рахмет. И сыйламай келгендер де болса да, в принципе. еріп келгендер болса да барлықтарыңызға көп рахмет. Біздің барлық аккаунттарымызға жазылып қойыңыздар, жаңа видео фото салсаңыздар, бізді белгілеп салыңыздар. сосын белгілеңдерші действительно Әдемі қылып салыңдаршы, репост жасайтындай гала бар ғой. не сосын біз жасай береміз ғой құрсын қазір үстіне бірдеңе жазып Мен бәрін жасай беремін. 36 репост тұрады ғой менде. Наларда 2-ақ репост тұрады ғой андай. бәріне рахмет дей салады өзін сатара деймін деп ойлап жүрміз өзін айтпаймын деп ойлап өзін кім сияқты о шеше қатты активный емес. Біз 7 минут болды қоштасып отырмыз. жоқ сосын барып қастарыңызға жаңағы достарыңызға коллега таныс адамдарыңызға біз жайлы біздің проект жайлы айта жүріңіздер Өйткені біз күзде үлкен турға шығамыз интеллигентный қой жобасымен. Қазақстан зайсанға барамыз бұйырса зайсан Зайсанға просто кіріп шығамыз сосын егер ақтауда Ақтауда бұйырса сіз ақтаудасыз ба болсын и сосын жаңа просто бізге сіздер қазір күшті эмоциямен шығып жатқан боларсыздар кейбіреулеріңіз сол эмоцияларыңызды экранға білдірсеңіздер ол бізге намного пайдалы болады да осының үстіне жобаға барды қызық екен деген секілді или біреу салсаңдар болады қызық емес екен жоқ барады жоқ шынайы болу керек шынайы болу керек шынайы болу керек олай да болу керек не айтып отыр далбай ондай да болады короче бәрін қолдаймыз біз шынайы проектпіз Сосын біздің телеграм каналымыз бар, ол жаққа да қосылып қойсаңдар. ол жақта мен сатамыз еще хабарласасыңдар ма Все, келгендеріңізге көп рахмет. Келесі Сау болыңыздар. кездескенше қош сау болыңыздар. сау болыңыздар.